2023 жылы мемлекет басшысы судьялардың тәуелсіздік институтын нығайту мәселелері, сот жүйесіне кәсіби кадрларды тарту, барлық кадрлық функцияларды жоғарғы сот кеңесінің қарамағына беру заңнамалық түзетулерге қол қойды. Судьялардың тәуелсіздігін күшейту мақсатында түзетулер мен жоғарғы сот судьялары және аудандық сот төрағаларын сайлау тәсілдері енгізілді. Осылайша жоғарғы сот судьясы лауазымына кандидатураларды енді жоғарғы сот кеңесі мемлекет басшысына сенатта балама негізде енгізу үшін ұсынады. Осылайша сенатқа кем дегенде 2 кандидаттың ішінде ең лайықтысын таңдау мүмкіндігі беріледі. Бұл жоғарғы сот судьяларын іріктеудің объективтілігін арттырады. Қазіргі уақытта бұл жаңалық қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына сайлау тетігі енгізілді. Бұл бойынша аудандық соттың төрағалары лауазымдарына кандидаттарды кадр резервінде тұрған судьялар қатарынан да және өзінің кандидатурасын дербес ұсынатын судьялардың қатарынан да қарауды көздейді. Бұндай тәсілмен кеңес кадр резервін барынша пайдаланатын болады. Бұған дейін аудандық соттың төрағасы лауазымына кандидаттарды іріктеу конкурстық негізде жүзеге асырылған болатын. Ал бұл жоғарыда аталып өткен жаңашылдық 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап көзделген. Судьялардың тәуелсіздігін арттыру аясындағы келесі жаңашылдық судьяларға қысым тетіктерін қысқартуды көздейтін түзету болып табылады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес және ел судьяларын тәуелсіздігін нығайту мақсатында күш органдары өкілдері тарапынан судьяларға қысымды төмендету жөнінде заңнамалық шаралар қабылданды. Осы мақсатта бас прокурордың санкциясымен барлық судьяларға қатысты арнайы жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы норма бекітілді. Өзгерістер енгізілгенге дейін жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге облыс прокурорының санкциясымен жол берілген болатын. Сонымен қатар, заңдарда судьяларды қызметтен босату мәселелерін ашық және жариялық қарауға бағытталған құқықтық негіз құрылды. Осылайша, судьялар корпусының беделінің үздіксіздігі қағидаты іске асырылатын болады. Сот жүйесіне кәсіби кадрлерді тарту мәселесі кеңестің ұсынымын алғаннан кейін кандидаттардың тағлымдамадан өту құқығы жаңаша бекітілді. Бұдан басқа кеңестің ұсынымын алғанға дейін тағлымдамадан өтіп жүрген адамдар және кеңестің ұсынымын алғаннан кейін тағлымдамадан өтіп жатқан адамдар үшін де заңды өтілі ескеріле отырып мерзімі қысқартылған. Енді тағлымдама мерзімі жалпы тәртіпте 3 айдан 9 айға дейін, ал кеңестің ұсынымын алған адамдар үшін 2 айдан 6 айға дейін. Тағы бір жаңашылдық судьялыққа кандидаттар үшін соттың жалпы отырысын қорытындысын алу қажеттілігін алып тастау болып табылады. Мұндай талап тек қолданыстағы және бұрынғы судьялар үшін ғана сақталады. Бұл ретте қорытынды жұмыс орны бойынша облыстық соттан ғана алу қажет. Кадр функцияларын беруді көздейтін түзетулер сот корпустарын кадрлармен қамтамасыз ететін орган ретінде жоғары сот кеңесінің рөлі мен мәртебесін арттыру және жоғары соттың өзіне тән емес функциялардан арылту мақсатына бағытталған. Осылайша қабылданған түзетулер жоғары сот кеңесіне судьялыққа кандидаттарды даярлау, олардың біліктілігін арттыру, шекті жасын ұзарту, судьялық өкілеттіктерін тоқтата тұру және тоқтату мәселелері берілді. Атап айтқанда, қазіргі уақытта судьяларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі өкілеттіктерді жоғарғы сот жанындағы сот төрелігі академиясы жүзеге асырады. 2024 жылдың 15 шілдесінен бастап сот төрелігі академиясы кеңестің қарамағына беріледі. Сондай-ақ судьяларға зейнеткерлік жасқа немесе шекті жасқа толғаннан кейін судья лауазымында болу мерзімін ұзарту, судьяның өкілеттігін тоқтату, сот қайта ұйымдастырылған немесе таратылған тиісті сот судьяларының саны азайған, сондай-ақ сот төрағаларының өкілеттік мерзімі өткен жағдайларда жол берілетін судьяларды конкурстан тыс тағайындауға мәселелер бойынша жоғары сот кеңесіне тікелей жүгінуге құқығы берілді. Егер
Бұрын кеңес жоғарғы соттың ұсынысы бойынша жоғарыда аталған мәселелерді қараған болса, енді қабылданған түзетулерге сәйкес судьялар өтінішпен тікелей кеңеске жүгінуге құқылы. Бұдан басқа, жоғарғы сот кеңесі төрағасының құзыретіне қолданыстағы судьялардың өкілеттіктерін тоқтата тұру мәселелері берілді. Жоғарыда аталған рәсімдер судьялардың тәуелсіздігінің кепілдіктерін күшейтуге бағытталған. Қабылданған түзетулер бюрократсыздандыру принципін жүзеге асыруға бағытталған. Мәселен, кеңес регламентінің деңгейіне ауыстырылған артық егжей-тегжейлі нормалар алынып тасталған. Атап айтқанда, бұндай нормаларға кеңес жанындағы біліктілік комиссиясының қалыптастыру тәртібі, комиссия отырыстарын өткізу тәртібі, конкурстық өткізу кестесі, сондай-ақ оған өткізілетін мәліметтерді бекіту тәртібі жатады. Тұтастай алғанда, кеңестің рөлін және судьялардың тәуелсіздігін одан әрі нығайтуға бағытталған барлық қабылданған түзетулер мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру шеңберінде әзірленді.